Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұранамын. Әрине, егерде ол сіздердің жаңағы бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай зиян келтірмейтін болса. Ал тақырыпқа келетін болсақ, сол Қазақстандағы беспредел, мынау ойына келгендерін істеп жатқаны, әлімжеттік жасап жатқаны, қоқан-лоққы, белсенділердің бәрін, бас көтергендердің бәрін қамап, қинап, түрмедегілерді ол қинап жатыр. Мына Думанның сотын жабық өткізейін деп жатыр. Көрдіңіздер, Думанның түрі қазір қандай болғанын, сеудіреген әйтеуір ғана тек кеудесі қалған, сүйегі қалған. Кезіндегі Арон ағамызды есімізге салады. Ал қазақ халқы не істеп жатыр? Қазақ халқы той-тойлап, думандатып, сен тимесең мен тиме, әйтеуір соғыс болмаса болды деп отыр. Ал мынау құрбандыққа кетіп жатқан қаншама ұл-қыздарының жағдайын ойлап отқандары шамалы. Әрине бәрі емес, бәріне топырақ шашпаймын, бірақ мына осындай жағдайлар болып жатыр. Қыршындай қыздарың, қыршындай ұлдарың бәрі сол мынау биліктің жаңағы шабармандарының арқасында сөйтіп мына түрмеге тоғылып жатыр бүгінгі күні. Кешегі Бишімбаевтың соты, масқара соты бүкіл әлемге көрсетіліп, жаңағы бөлісіп халықпен, мұны ашық өткізген болып, Қазақстанда ашық сот бар деп көрсетті. Бүгінгі күні мынау халықтың сөзін сөйлеген ұлдардың соттары жабық өтіп жатыр. Өліп кеткен сол кездегі қаңтарда, ұлдарыңыз солардың үстінен жаңағы іс қозғалып, соларды да соттап жатыр. Соның бәрін жасатып қойып, қазақ халқы бүгінгі күні үндемей, үн-түнсіз отыр. Бірақ билік оған масаттанбай-ақ қойсын. Бұлардың бәріне жауап беретін күні келеді. Ол күн жақын. Бірақ халықтың басы бірігу керек, осыған сену керек. Оған сеніп басты біріктіру үшін Әблязовтың айтқан ұяшықтар, ячейке, солар құрылуы тоқтамау керек. Ана жолда айтып өткенмін, осы сияқты, мынау ұяшық сияқты ұйымдар Ресейдің түкпір-түкпірінде бәрінде жүріп жатыр. Аз ұлттылар сөйтіп бастарын көтеріп жатыр, бірігіп жатыр, легиондар небір ашылып, бүгінгі күні Украинаға Ресейдің ішінен көмектесіп жатыр. Қазақтардың да ішінде белсенділер ендігі жерде бұл билікпен, бұл үкіметпен, Тоқаевтың шабармандарымен ашық күрестің ешқандай да керегі жоғын көріп отырсыздар. Бас көтергендердің бәрін бұл Тоқаев апарып қамап жатыр. Бұл тағы да өзінің биліктің, Тоқаевтың бәрінің сол әлсіздігін білдіреді. Бұл соншалықты әлсіздігі енді аналарды да қамап жатыр. Ана жолғы оккупанттар орын жоқ Қазақстанда деген қолдамайтынын айтқан апамызды да 62 жастағы оны да соттап жатыр. Ойланыңыздар халқым, ояныңыздар. 31 май жаңағы репрессияланған, азаптанған кезіндегі атылған біздің жаңағы қазақтарды еске алу күні деп, аза тұту күні деп, қазіргі репрессияланған балдарыңды, ұл-қыздарыңды еске алу күні қашан келеді? Соны бүгін жасау керек, бүгін шығу керек. Қаңтардан кейін де осы аналарымызға, апаларымызға,
кішкене ұсыныс жасаған едім, ол сол енді естілмей де қалды. Міне қандай мүмкіншілік болып тұр. Қазақтың салт дәстүрін ешкім жоққа шығара алмайды. Ал қазақ әр кезде жаңағы жас кеткен, қыршын кеткен әруақтарды жоқтаған. Сол қаңтарда қаншама жас боздақтарымыз кетті. Соны неге осындай күндерді пайдаланып, алаңға шықпасқа, аза тұтып, соларға жоқтау айтып, апаларымыз кимешекті киіп, мынау арабтың жаман қабын, қара қабын кигенше, өзіміздің қазақтың ақ жаулығын, кимешегін киіп, алаңға шығып, сол мына боздақтарды жоқтап шықса, бүкіл әлем көрер еді, бүкіл жер беті көрер еді. Әрі бұл жаңа қазақтың салт дәстүрі. Қазақ айтады ғой, аталатсаң аталат, боталатпа деп. Бүгінгі мынау Тоқаевтың билігі боталатып отыр. Қанша боздақтарымыз түрменің ар жағында жатыр. Думан батырымыз құр сүлдесі қалды. Айгерім де сол денсаулығынан айырылып жатыр. Марат Жыланбаев батырымыз, жаңағы кімде бар сондай батыр? Міне қазақ еліне біткен батырды да сөйтіп түрменің түбінде торығып жатыр. Одан да басқа қанша белсенділеріміз халыққа сенді, халықтың сөзін сөйлеп шықты. Халық елім деп шыққан ұлдарын бүгін елеп отқан жоқ. Мынау Тоқаевтың азаптауына беріп қойып отыр. Ойланыңыздар, қазағым, ояныңыздар. Енді мен айта алмаймын, енді қаншама ғұламаларымыз оята алмай халықты кеткен, мен оятам деп, бірақ әйтеуір осылай болса да кішкене өз үлесімді қосып жатырмын. Көңіліміз күйзелісте, халықпен біргеміз. Американың қазақтары да көтеріліп, жұмыстарын тастап, алаңға да талай шықты. Оны келеп жатқан, оған оянып жатқан қазақ әлі болмай тұр толығынан. Оянып жатыр, әрине, оянып жатыр, бірігіп жатыр, бірақ әлі толық емес. Осы мынау сұм биліктің қолынан белсенділерімізді жұлып алатындай шығып жатқан жоқ. Абай болыңыздар, халқым, аман болыңыздар. Бүгінгі күні Тоқаевпен жаңағы текетіресетін, ашықтан ашық текетіресетін күн келген жоқ. Сол үшін мынау жасырын ұяшықтарды ашыңыздар, бірігіңіздер, бірліктеріңізді арттырыңыздар. X күні келеді. Сол X күніне сақадай сай отырып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.